Көршің дейді, ақша көмектессең ішіп қояды дейді. Яғни мұсылман емес. Жақсы. Мұсылман болса да мысалы, ондай көрші бар. Құрметті бауырлар, жаңа айтқандай, өз көрші үш түрлі болады деп келеді. Үш түрлі көршіміз бар екен. Бір көрші бар дейді, оның біздің мойнымызда үш ақысы бар екен. Екінші көрші бар дейді, оның екі ақысы бар деп келеді, бір көрші бар, біреу дейді. Үш ақысы бар көрші кім ол десе, ол жаныңыздағы бауырыңыз, туысыңыз. Бірінші ақысы сіздің бауырыңыз болғандықтан хақысы бар екен. Екіншісі ол мұсылман бауырың екен. Мынау туған бауырың ғой. Екіншісі мұсылман бауырың, үшіншісі көрші ақысы деп келеді. Екінші көршінің екі ақысы бар дейді. Мұсылмандық бірінші ақысы, екіншісі көрші ақысы дейді. Үшінші көршіні жаңағы мұсылман емес адам деген, ол біреу ақысы дейді. Ол көршілік ақысы. Енді ол сол көршілік ақысы жаңағыдай мұқтаж болып тұрған болса, көмектесу сауап болады бауырлар. Сауап болады. Ол енді ішіп қояды ма, ол басқа қыла ма, біз оған кіріспейміз. Өйткені сіз берген жаңағы жақсылық амалыңыз Алланың алдында ол сауап болып жазылды. Оны алған адам, оны қандай жолға не пайдаланып отыр, ол өзі жауап береді Құдайдың алдында. Сіз көршілік ақыңызды орындадыңыз. Алла ризалығы үшін деді. Алла разылығы үшін, міне, әдемі айттыңыз. Басым ауырып тұр деп сұраса, онда беруге болмайды. Басым ауырып тұр десе, шай қойып беріңіз, компот беріңіз. Екінші біреулер бар, көшеде жаңағыдай сұрауы мүмкін, бауырым, тамақ жемеген едім, мамандардың айтуынша, оларға былай шешім қабылдансаң дейді. Бірақ жаңа бауырым айтқандай, біліп тұрсыз, жаңағыдай ішіп қоятындығын бір белгілер бар да ода. Сені ақшаны бірақ андай қылып сұрап жатыр. Онда қолына ақша берсең, ішіп қоятындығын көзіңіз жетіп тұрған болса, онда тамақ жемедім деп тұр ғой енді. Кеттік деп, асханаға алып келіңіз дейді. Асханаға алып келіп, менюді ашып, бірінші, екінші бәрін заказын беріп, не жегің келеді, бәрін айт. Міне, деп ақшасын төлеп, ас болсын деп, жегізіңіз дейді. Екінші біреулер бар, қолында мынанша списканы ұстап алған, дәрі-дәрмек керек еді, ақша берші, аптеканы ала алмайтын дейтіндер бар дейді. Кеттік аптекаға деп, бірге барыңыз дейді. Барып, спискасын алып, бүткіл дәріні сұрап алыңыз, төлеңіз. Егер жаңағыдай күмәнданып тұрған болса деп айтады да мамандар. Бірақ дәл сондай істеу парыз емес, уәжіп емес. Уақытыңыз болмай жатқан болса, берді кете бер. Бірінші сауапты аласың, Құдай үшін ниет қылыңыз. Жоқ, армен қарайда сол тағы да бір жақсы жағына көмектесейін деген болса, жаңағыдай амал істесеңіздер де болады деген ғой мамандардың. Сол үшін көршілік ақысы жаңағыдай екен, шынымен көршіңіз қиналып жатыр ма, көмектесу міндетіміз бауырлар. Бірде мұсылман емес деп бөлінбейді көрші. Оның хақысы бар екендігін ескертіп жатыр шариғат. Мұсылман емес болса да, сіздің көршіңіз деген хақысы бар екен. Бауырым, қиналып кеттім, көмектесе тұршы, мынандай бере тұршы деді ма? Тіпті шариғат бойынша қазір елдің бәрі ана железа бетон қоршап алатын болды ғой бәрін. Бұлай айналып өтсең де көрінбейді, бұлай өтсең де көрінбейді. Не деген қоршаулар. Сол шариғат бойынша көршіңізбен ортаңызды жаңағыдай үлкен не тұрғыздыңыз ғой енді. Қабырға. Сол қабырғаңызды көршіңіз келіп сұраса сізден, бауырым, мына қабырғаң керемет биік болды, маған өте ыңғайлы болды. Соның кішкене мына жағын бір бастырма қылып бірдеңе жасасам болады ма? Қабырғаны пайдалансам болады ма? Ана су ағатындарын бәрін өзім жасап, саған зияным жетпейді деп айтса, сіз бересіз бе, бермейсіз бе қабырғаңызды? Қалай ойлайсыздар? Бермейтіндер де бар ғой. Шариғат бойынша сіздің бермеуге хақыңыз жоқ екен. Сол ортадағы қабырға ол көршіңіздің хаққысы екен. Сіздің бермеймін деп айтуға хақыңыз жоқ. Бермесең күнәһар боласың. Ортаңыз жауып тұрған забор бар ғой. Сол заборды көршіңіз пайдаланғысы келіп жатыр. Пайдаланам десе де сұрамай-ақ пайдалануға хаққысы бар екен. Бірақ алдыңызда бір мәрте өтті ол. Бауырым, мына маған ыңғайлы болып тұр, кішкене нетсем бола ма деп. Сөзге қатайып қалмаңыз деп жатқаным ғой. Ой, өзім нетпе, оны әрең тұрғызғам мен. Сен ақша сұраған жоқпын ғой, өзім жасадым ғой бәрін. Ертең бүлінмеді анау, қымбат кірпіштер ғой деп әңгіме айтпаңыз. Айтуға да хақыңыз жоқ екен.
Айтатын болсаң, забор тұрғызба онда. Бәрін бұзыпса. Сөйтіп ол өзі тұрғызады бірдеңесін. Иә? Шариғат бойынша айтып жатырмын. Шариғат бойынша оның несі екен, хаққысы екен. Міне көрдіңіздер ме? Құрметті бауырлар, бұл өмір уақытша ғой. Ертең қиямет мәңгі болады. Сол үшін сол мәңгі өмірімізді, мына өмірде өте ықтият болуымыз керек екен да. Ертең бәрі жақсы болып келіп, сол бір нәрседен Алланың алдында тұрып қалудан Құдай сақтасын да. Ойлаңызшы, есеп беру күні бар қияметте. Бәрінен жауап беріп әдемі келе жатсыз, сол жерге тұрып қаласыз да, көршіңе көмектеспегесін. Ол мұсылман емес қой деп. Өте ықтият болу керек. Ал жаңа айтқандай бас ауырып ішімдікке болса әпермеу керек онда. Оның ішімдігін алып берсеңіз, онда күнә аласыз. Өткен аятта «Вала таауану алал исми вал удван» деген аят бар. Сендер бір-біріңе күнәда, қылмыста көмектеспеңдер дейді Алла Тағала. Көмектеспе. Бас ауырып тұрған болса, білмеймін, дәрігермен ақылдасып, оның басын жаятын басқаша жолдарын қарастыру керек пе, білмеймін о жағын. Мамандармен ақылдасу керек. Бірақ жаңағыдай жолмен емес. Керісінше оны қазір арағын алып берсеңіз, оның отбасына көбірек қылмыс жасап қойына және сіз үлес қосқан боласыз. Ол үйіне барып айын ұруы мүмкін, мәшесін біреуді қағып кетуі мүмкін көшеде. Оның арағын сіз алып берген боласыз. Соучастник болдыңыз, қияметте Аллаға жауап бересің. Сол үшін күнә іске көмектеспеу жайында Құранда аят бар. Бірақ көршімізге басқа жақпен де сол көмектесуге жолдар бар.